Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туған өлкенің аңыз ертегілері. Оқу мақсаттары: туған өлке туралы аңыз ертегілерді білу, аңыз ертегілердің мән мағынасын түсіну және талдау, өткен ұрпақтың тарихи және мәдени мұрасын сақтау мен толықтыруды ұғыну. Балалар, біз бүгінгі сабағымызда Қорқыт ата жайындағы аңыздармен танысатын боламыз. Оғыздар 10 ғасырдың ортасында Жетісудан Сырдарияның төменгі ағысына қоныс аударған түркі тілдес тайпалар. Оғыз мәдениетінің ең ірі өкілі, түркі әлемінің ұлы ойшылы Қорқыт ата. Қорқыт ата қазіргі Қызылорда облысының Қармақшы ауданына қарасты Сырдария өзенінің жағасында, Жаңакент қаласында 8-9 ғасырларда өмір сүрген. Қорқыт туралы аңыздарға сүйенсек, әкесі Баят руынан шыққан Қарақожа деген кісі, анасы Алтыншаш Қыпшақ тайпасының қызы екен. Анасы Қорқытты құрсағында 3 жыл 9 күн көтеріп жүріпті. 3 жылдан астам босана алмай безгек қаққан байғұс ана ақыры толғақ қысып дүниеге нәресте келеді. Дәл Қорқыт туылатын күні жер дүние алай-дүлей болып, аспанды қара бұлт торлап, қатты дауыл соғады. Жұрт ақырзаман болған екен деп қатты қорқады. Дүниеге шыр етіп сәби келгенде дауыл да басылып, бұлт та тарап, табиғат мамыражай күйге түседі. Бүкіл аймақтағы халықты үрейлендіріп, дүниеге келген сәбидің атын бәрімізді қорқытып келген бала деп Қорқыт қойған екен. Аңыз бойынша бір күні Қорқытты әулие шал оятып, сен күй тартуға арналған аспап жаса. Аспабың 6 жасар нар атаның жілегіндей мықты, шанағы қара бақырдай дәу болсын. Сыртын қаптайтын көні аруананың бауыр терісінен, тегі ортекенің мүйізінен болсын. Ішегі 5 айғырдың құйрығынан болсын. Аспабыңның аты қобыз болсын депті. Қорқыт әулие кісі айтқан барлық шартты орындап, қобыз жасап, оны қолына алып тартып көргенде қара қобыз күңірейне жөнеліпті. Ең алғаш аққу күйін тартқанда төбеден ұшып бара жатқан аққу құстар қайта айналып келіп, қобыздың үніне үн қосып сұңқылдай жөнелген екен деседі. Тағы бір аңызда қобызды Қорқыттың қалай шығарғанын былайша баяндайды. Қорқыт бала күнінде дала кезіп, желмаясын мініп, қараңғы түнде елсізде келе жатса, алдынан сарнап шыққан бір әдемі үн естіледі. Үн шыққан жерге келсе, айдалада өзінен өзі тартылып жатқан қобызды көреді. Қорқыт желмаядан түсіп тартылған қобыздың сарынын ұзақ тыңдап отырады. Қобыздың сарыны басылған кезде Қорқыт қобызды бауырына басып, бұл енді менікі деп қатты қуанады. Желмаяға мініп үйіне алып келеді. Ел-елді аралап, ғажайып сұлу күйлер тартып жүреді. Қорқыт бұл қобызбен алғаш Тәңірі күйін, ең соңғы рет елмен қоштасу күйін тартқан деседі. Қарағайдың түбінен қайырып алған қобызым, үйеңкінің түбінен үйіріп алған қобызым, ақ қайыңның безінен қағып алған қобызым, қара еменнің өзегін ойып алған қобызым, қылқұйрығын тұлпардың ішек қылған қобызым, тау текенің мүйізін тиек қылған қобызым, ақ ырғайын қиянның құлақ қылған қобызым, ор текенің терісін сауыт қылған қобызым, ақ түйенің сүтімен сылап алған қобызым, сырыңдашып үніңді сынап алған қобызым. Балалар, бұл аспап содан бастап Қорқыттың қобызы деп аталған екен.